Бүгінгі илейтін қамырымызға бізге міне 200 мл су қажет, 500 грамм ұн керек, 1 жұмыртқа қажет болады, және 1 шай қасық тұз. Осы заттардан біз қазір қарапайым қамыр илейміз. Ол үшін әдеттегідей ортамызды ашып аламыз да, кеңдеу ыдысымызды ортаға қоямыз. Суды құямыз. Тұзымыз 1 шай қасық толмаған тұз, қатты толтырудың қажеті жоқ. Ертіп аламыз. Жұмыртқаны қосамыз. Оны да араластырып жібереміз. Енді жайлап ұнымызды салып, қамырымызды илеп бастаймыз. Қамырымыз соншалықты қарапайым, кәдімгі күндегі мантыға, лапшаға, кеспеге, немесе пельменге илеп жүрген қамырлар сияқты болады. Қаттылау қылып илегеніміз дұрыс болады қамырды. Жұмсақ болып қалса, онда басқаша болып кетеді. Сондықтан қамырымызды мүмкіндігінше қаттырақ қылып илейміз. Ол кішкене тұрғасын жұмсарады қатты қамырымыз. Ары қарай қолмен жалғастырайық. Міне жақсы орташа жұмсақтықта қамыр иленді. Енді бұл қамырымызды ыдысына саламыз да, бетін жауып қоямыз. Енді мен мына заттардан тұздық жасауға кірісемін. Ол үшін маған міне 500 грамм фарш қажет. Осындай 1 түйір сәбіз керек. 1 түйір 1 дана пияз керек. Осындай 4-еу немесе 5-еу қалауыңыз білет картоп керек. Және менде мынандай бір пекинский капустадан қалғаны бар екен, осында қосып жіберейін дедім. Бұл пайдалы жеміс болғандықтан, көкөніс пайдалы, қосып жіберейін дедім. Мына 1-2 түйір сарымсақ. Мен осындай сарымсақты тамақтарға қосып жүрген жақсы көремін. 70 мл сұйық май, 2 ас қасық томат пастасы және дәмдеуіштеріміз. 1 қасық тола шай қасықпен тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және жарты шай қасық қызыл бұрыш. Қазір осы заттардан бастаймын. Алдымен мына фарштан бастаймын. Міне қазанымды отқа қойдым. Және мына 70 мл майымды құямын. Майымыз қызды дегенде, мына 500 грамм фаршымызды саламыз. Фаршымыз қуырылып атқанда, мына пиязымызды турап дайындаймыз. Осылай ұсақтап турап аламыз пиязды. Енді сәбізді турап аламыз. Сәбізді де ұсақтап, көбектеп турап алуымыз керек, 4 бұрыштетіп. Сәбізді мүмкіндігінше ұсағырақ етеміз. Себебі енді бұл қаттылау көкөніс қой. Тезірек піскені керек. Біз негізі жаппасайды етпен де істейді.
мен енді бүгін тез болсын деп, ауызашарға үлгерейін деп, осындай тартылған еттен істеп жатырмын. Сондықтан қалған басқа пісетін, бірге пісетін көкөністерінде ұсағырақ етіп турауға тырысып жатырмын. Ендігі кезекте картопымызды тура солай. Енді сәбізге қарағанда сәл ірірек етіп турасақ болады. Себебі картопымыз езіліп кетуі мүмкін. Міне барлық картопты осылай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Осындай. Мына пекинский капустамызды да тура солай турап аламыз. Мұның енді мына жұмсақ жерлерін аламыз да, ортасындағы қатты жерлерін бөлек турап аламыз. Жұмсақ жерлері артынан дайын болғанда салып жіберсек те болады. Фаршымыздың суы тартылды. Кішкене фарш өзі тез піседі, сондықтан біз оны қатты қуырып жатпаймыз. Суының жақсы тартылғанын күтеміз да, содан кейін ары қарай жалғастырамыз. Біршама қуырылды. Фаршымыз пиязбен, сәбізбен енді мына томатымызды қосамыз. 2 ас қасық томат бұл жерде. Жақсылап араластырып жібереміз. Картопымызды саламыз. Мен қайнаған су дайындап қойдым. Міне, осы менің бокалым 300 мл ішіне су кетеді. 1 бокал. 2 бокал. 3 бокал. Сонда 1 литрге жуық су кетті, 900 мл. Дәмдеушілерімізді сап қоямыз. Тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш. Енді қазанның астын жай қоямыз да, 15 минуттай шамалы қайнатып аламыз. Қамырымызға ораламыз. Қамырымыз 2-ге бөліп аламыз. Себебі мына жер жаятын жеріміз кішкентай біздің. Сондықтан мен 2-ге бөліп кішкентай етіп жаямын.
Енді біріншісінен бастап жаямыз. Мен қолмен жаққанды жақсы көремін. Осылай қолмен жағып шығамын. Енді мен мынандай пышақтың көмегімен мынандай жолақтарға бөліп шығамын. Алдымен былай бүктеймін. Сосын былай кесемін. Тағы бүктеймін. Тағы кесемін. Тағы бүктеймін. Енді осы кескен бөліктерімді осындай бөліктерге тағы да кесемін. Мынандай тақтайдың бетіне қойып аламын. Бес минут уақытымыз өтті. Енді жаңағы дайын қамырларымызды осылай тұздықтың бетіне саламыз. Барлық қамырды салып болдық. Енді қақпағын жабамыз да бір 20 минуттай тағы да бұқтырып аламыз. Міне асымыз дайын болды. Менің видеомдағы рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдырып отырыңыздар. Менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп қойыңыз, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің видеоларымды көріп отыратын боласыз. Осындай дәмді рецепттер менің каналымда көп, оңай және тез дайын болатын. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Керемет аромат иісі аңқып тұр. Дәмді болғаны сезіліп тұр. Әлі дәмін көрмедім. Қазір алдымен аузы берік жандар күтіп отыр дастарханда. Солардың алдына ұсынамын. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.